Сәлем оқырман. Айда мен Нұрдәулеттің ара қатынасы толық біткендей. Айда Қытайда өзінің бизнесін дамытуда, ал Нұрдәулет Алматыда өзінің жұмыстарымен жүргені бар. Екеуі екі жаққа кеткені белгілі, бірақ ажырасу болды ма, ол белгісіз қалды. Ендігі Айда жауап берген болатын сол тақырыпқа оқып көрейік. Сұрақ: уже сот болды ма, официалды ажырастыңыз ба? Бізде сот болмайды. Біріншіден, бізде бөлетін еш нәрсе жоқ, үй бала дегендей. Екіншіден, екі жақ ажырасуға дайынбыз. 1-2 күнде сотсыз ажырастырады, деді Айда. Сонда әлі ажырасу болмаған ғой, неге созып жүр? Әлде екеуі бір-біріне мүмкіндік берді ме? Нақтысын алда көре жатармыз. Келесі сұрақ: Айда, ораза айында кешіруге әрекет қылып көрдің бе? Біз бірімізді кешірдік. Сүю жоқ екенін түсіндік, екі бөлек адамбыз. Отбасы шықпайтынын түсініп жібергенбіз. Ешқандай тартылыс жоқ. Ал енді ондай сұрақ қоймаңыздар, менің өз жаңа өмірім бар, деді Айда. Сіз өміріңізде бақыттысыз ба? Мен бәрін ойладым. Ажырасқаннан кейін өмір бітеді деп ойлағанмын. Бірақ жоқ, ажырасқаннан кейін өмір басталады. Маған не керек екенін бір Құдай біледі. Және барлық мүмкіндіктер есіктерін ашады. Мен ризамын және бақыттымын. Әлхамдулиллах, деді Айда. Айданың бұл жауаптарынан оның өмірінде жаңа кезең басталғаны анық байқалады. Ол өткенді артқа тастап, жаңа өміріне толықтай бейімделіп үлгергендей. Ал Нұрдәулет бұл жағдайға қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Ол әлеуметтік желіде бұрынғыдай белсенді емес, тек жұмыс барысындағы суреттерімен шектелуде. Көпшілік олардың қарым-қатынасының нақты аяқталғанын енді ғана түсінгендей. Бірақ неге ажырасу рәсімі әлі созылып жүр деген сұрақтар әлі де көпшілікті мазалап отыр. Айданың бізде бөлетін ештеңе жоқ, сотсыз 1-2 күнде бәрі шешіледі деген сөзінен, бұл тек уақыт мәселесі екенін аңғаруға болады. Кейбір оқырмандар Айданың ажырасқаннан кейін өмір басталады деген сөзіне түрлі пікір білдіріп, оны қолдағандар да түсінбегендер де табылды. Бірақ Айда үшін ең маңыздысы оның ішкі тыныштығы мен өз жолын тапқаны. Осылайша, Айда мен Нұрдәулеттің хикаясы ресми түрде әлі аяқталмаса да, екеуінің де жүрегі бұрынғы қатынасқа жабылғандай. Бұл оқиғаның соңғы нүктесін уақыт қояды.